Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы. Келесі жетекші ғарыштық обсерватория. Ол Хаббл ғарыштық телескопы ашылымдарын тереңдетіп, планеталар, жұлдыздар мен галактикалардың пайда болған орнын бақылайды. Ол НАСАның екінші директоры, көптеген ғылыми миссияларға атсалысқан Джеймс Уэббтің есімімен аталған. Биіктігі 3 қабат үйдей, өлшемі теннис алаңындай, тарихтағы ең үлкен ғарыштық телескоп, Хабблдан 100 есе қуатты. Оның 6,5 метрлік айнасы, ені 5,5 метр зымыранға сыю үшін сегменттер бойынша бүктеп салынып, кейін ғарышта қайта жайылады. Уэбб айналарына инфрақызыл сәулені жақсы шағылдыратын, қалыңдығы 1000 атомдай өте жұқа алтын қабаты жалатылған. Уэбб жердің үйірілуінен қосымша үдеу алу үшін экватор маңындағы француз Гвианасынан ұшырылады. Ол күн жер жүйесінің екінші Лагранж нүктесінде жерден 1,5 миллион километр әрде айналады. Телескоптың инфрақызыл жарықты бақылау сезімталдығының теңдесі жоқ. Ол 13,5 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыстан кейін пайда болған ең алғашқы галактикаларды көреді. Уэббтің инфрақызыл камераларының сезімталдығы сонша, күн, жер, ай жарығын тұту қажет. 5 қабат күнғағардың күннен қорғау факторы SPF 1 миллионға тең. Уэбб халықаралық миссия. Оған Еуропа ғарыш агенттігі мен Канада ғарыш агенттігі үлес қосты. Бүкіл дүние жүзі ғалымдары Уэббтің көмегімен ғарыш пен әлемнің өткенін зерттей алады.